Мені жалпы адам қатарына қосқан, жалпы әдебиет деген үлкен киелі өлкеге алып келген кітап. Кітап жалпы айналадағы ақиқатқа, табиғатқа, бүкіл тылсымға құмар қылған осы кітап. Кітап арқылы дүниенің бүкіл қойын қолатын ел белестерін осы кітап арқылы шарладық. Әртүрлі жанрдағы кітап арқылы оқып, дүниенің сырын әртүрлі қырдан тануға болады. Мысалы, фантастикалық шығармалар оқылып, сіз бүкіл галактиканы шарлап жүресіз. Ал ішкі иірімдері қалың, психологиялық қаттары терең кітаптар оқып, адамның болмысын тани түсесіз, адам табиғатын түсінесіз. Осы кітап арқылы өз-өзіңді зерттейсің, өзіңнің мына әлемдегі орныңды анықтауға тырысасың. Кітап мен үшін сонымен қадірлі. Мен жалпы көркем әдебиет оқитын адаммын. Оның ішінде поэзияны, прозаны қатар алып оқимыз. Дегенмен де мына дүние сырын, мына болмысты тереңнен қаузайтын, бір дәуірдің шындығын арқалайтын роман жанрындағы шығармаларды оқимын. Әрине, ол басқа жанрлар шығармалар оқылмайды деген сөз емес. Бір әңгіме арқылы адамның ішкі дүниесін төңкеріп қопарып беруге болады. Дегенмен де роман менің сүйікті жанрларының бірі. Қазіргі таңда бұрынғы оқыған шығармаларды қайтадан оқу үдерісі басталады. Кейбір кітаптарды жыл аралатып оқыған жақсы. Өйткені түсінік басқаша болады. Уақыт өзінің дегенін істейді. Сіздің ақылыңыздың да толысатын, кемеріне келетін шақтары болады. Қазір оқып жатқан шығармам ол Мұхтар Мағауиннің Шыңғыс ханы. Менің сүйікті авторым Мұхтар Әуезов пен Әбіш Кекілбай. Мен жастарға классикадан қол үзбеуді айтар едім. Адам болып толысу, мынау эстетикалық көзқарастарыңды қалыптастыру мүмкін емес деп айтуға болмас, бірақ ерекше бір эстетиканың сарқылмас қазынасы осы Мұхтар Әуезов деп білемін. Сонымен қатар қазір түрлі жанрлар бар. Фэнтези жанрындағы, мынау қазіргі жастар оқып жүрген нон-фикшн жанрлары деген сияқты жастар қызығатын. Әрине, әдебиетте эксперименттер жүре береді. Эксперимент шығармаларды да оқыған дұрыс. Дегенмен де осы ұлттық әдебиетпен қатар әлемдік әдебиеттің де жауһарларымен сусындаса деймін. Мен үшін тұлға көп, солардың ішіндегі ең айрықша тұлға мен үшін ол Ахмет Байтұрсынов. Алаштың арыстарындағы өзім қадірлейтін, өзім ерекше ден қоятын, қадірлейтін тұлғалар көп қой. Дегенмен осылардың ішіне таңдау түссе, сол ақаңды аттар еді. Тұлғаның негізгі қасиеті ең бірінші ұлтына адалдық, айналаңа деген ақиқатшыл болмысың. Осы тұлғаның ең негізгі қасиеттері. Екі сөйлемеу, ал өнер адамдарындағы тұлғаны анықта десеңіздер, ол өнері мен өмірінің тұтастығы дер едім. Өмірі басқа, танымы басқа, оның шығармалары басқа болуы мүмкін емес. Сол өзі табиғи болмысы қандай, оның шығармаларынан сол аңқып тұру керек. Енді қазір бір жүрдек заман ғой. Зымыран жылдамдықпен мынау өтіп жатқан ғұмырымыз, цифрлық дәуірдің адамдарымыз. Кітап оқуға уақыттың аз қалатыны да, кітап оқуға кейде уақыттың ағыны мұрша бермейтіні де рас. Дегенмен де қандай цифрлық технология болмасын, қандай жасанды интеллекті болмасын, мынау адамның қиялдау қабілетін, оның ішінде шығармашылық қиялдау қабілетін ешқандай технология айырбастай алмайды. Ал осы шығармашылық қиялдау, адам болып дүниеге келгеннен кейін адам болып өмір сүрудің формуласы ол кітап оқу. Сонымен қатар кітапты шетінен тауысу мүмкін емес. Кітап оқуда талғаммен келсе, нені оқу керек, кімді оқу керек деген сауалға ең бірінші жауап тауып алу керек.